Үйретейін деп жатқаным 8 айлық жабағы даладан ұсталынып әкелгенімізге бір жұмадай болды. Жуас, бірақ мінілмеген. Кішкене үркектігін басып, қыдығын кетіріп жатқан түрін бауырым бірінші рет мініп атқасын, беті қайтып қалмасын деп құлап. Бұл баланы танитындар бар, танымайтындар бар. Қазір ссылкасын қоям, сол арқылы көрсеңіздер болады. Басқа да видеолары бар бұл баланың. Бәрекелді, міне кішкене қорқақтап тұрды, бірақ оны көрсеткен жоқ, білдіртпеді. Жабағы көріп тұрғандарыңыздай қатты қимылдап секіріп жатқан жоқ, тек айналып, енді табиғатында бар нәрсе жаңағындай үркіп жатыр. Екі жабағының біреуі менікі, біреуі осы бала таңдап алды. Ханшайым деп қойды есімін. Апайымызбен ақылдасып, балаға телефонда отырып қалмасын деп телефон, велик алып бергенше, жабағы алып бергенде жөн көрдік. Қазір білесіздер, ауылда біз ат мінетін бала сирек қой.